Егер сіз 40 жастан асқан болсаңыз, және таңғы эрекция жоғалып бара жатқанын байқасаңыз, бұл видеоны соңына дейін көріңіз. Мен Мирас Ерланлы, 15 жыл тәжірибемде мыңдаған ер адамға көмектестім. Бүгін мен сізге фармацевтикалық компаниялар жасыратын құпияны ашам. Виаграсыз потенцияны қалпына келтірудің табиғи әдісі бар. Бұл тегін, қауіпсіз және үйде орындауға болатын 5 жаттығу. Бірақ алдымен түсініп алайық. Сіздің проблемаңыз басыңызда емес. Бұл нақты физиологиялық себептерінде. Баршаңызға сәлем. Менің арнама қош келдіңіздер. Статистика бойынша 40 жастан асқан ер адамдардың 52% эректильді дисфункциямен күреседі. 50 жастан кейін бұл сан 70%-ға жетеді. Бірақ ең нашар жағы, ер адамдардың тек 10% ғана дәрігерге барады. Қалғандары үнсіз азап шегеді. Интернеттен шешім іздейді. Дәрілерге ақшалан шашады. Қарапайым тілде айтсақ, эрекция бұл гидравликалық процесс. Жыныс мүшесінде 3 камера бар. Олар қабық тәрізді, шөп тәрізді тіндерден тұрады. Қоздыру кезінде бұл камералар қанмен толады. Қысым 6 есе артады. Міне, сондықтан эрекция пайда болып, проблемаларға айналады. Бірінші проблема — тамырлар тарылады. Холестерин жиналады. Қан ағымы нашарлайды. Дәл су құбыры тот басқандай, су нашар өтеді. Екінші проблема — тестостерон төмендейді. 30 жастан кейін жыл сайын 1-2% азаяды. 50 жастан сон тағы жартысынан айырылады. Тестостеронсыз либидо болмайды, энергия жоқ, эрекция әлсіз. Үшінші проблема — тазан түбі бұлшықеттері әлсірейді. Ер адамдарда да бұл бұлшықеттер бар. Олар эрекцияны ұстап тұрады. Әлсіз болса, эрекция тез түседі. Төртінші проблема — стресс пен күйзеліс. Кортизол гормоны тестостеронды блоктайды. Үнемі стресте болсаңыз, потенция құлдырайды кез келген жаста. Дәрігерлер Виагра, Сиалис, Левитра дәрілерін ұсынады. Олар жұмыс істейді. Бірақ бас қатты ауырады. Қан қысымы мен жүрек проблемалары тәуелділік пайда болады. Құны қымбат, пайдасы нөл. Ең нашары, олар проблеманы шешпейді, тек жасырады. Бір түнге ғана көмектеседі. Бірақ келесі рет қайтадан дәрі керек болады. 2019 жылы Гарвард университетінің зерттеуі бойынша арнайы дене жаттығулары мен қан ағымын жақсарту арқылы 67% жағдайда потенцияны қалпына келтіреді. Таблеткасыз, қосымша әсерсіз. Нақтырақ айтсақ, 5 қуатты жаттығу. Бірінші жаттығу. Тазан түбі бұлшықеттерін жаттықтыру ер адамдардың кегелі. Көп ер адам кегел әйелдерге арналған деп ойлайды. Бұл болжам қате. Бұл ерлер үшінде өте маңызды. Тазан түбі бұлшықеттері эрекцияны қатты ұстайды, шынды бақылайды, құрыс соғуды алдын алады. Дұрыс бұлшықетті қалай табуға болады десеңіз, дәретханаға барыңыз. Несеп шығару кезінде ағынды тоқтатып көріңіз. Қазір қысылған бұлшықет тазан түбі. Есте сақтан сезінді. Немесе эрекция кезінде жыныс мүшесін секіртіп көріңіз. Дәл сол бұлшықет. Несепті тоқтату тестін тек бір рет жасаңыз. Үнемі жасау зиянды. Жаттығу техникасы. Бірінші деңгейде 1-2 аптада тазан түбі бұлшықетін қысып, 3 секунд ұстап, 3 секунд босаңсыңыз. Күніне 3 рет ом қайталау. Екінші деңгейде 3-4 аптада 5 секунд ұстап, 5 секунд босаңсу. Күніне 3 рет 15 қайталау. Үшінші деңгейде 5 аптада 10 секунд ұстап, 10 секунд босаңсу. Күніне 3 рет 20 қайталау. Тек тазан түбі жұмыс істеу керек. Іш, жамбас, санды босаңсытатырмыз. Тыныс алуды жалғастырымыз. Екінші жаттығу. Тізе бүгу. Бұл ең қуатты жаттығу қан ағымы үшін. Тізе бүгу кезінде ең үлкен бұлшықеттер жұмыс істейді. Жамбас, санды, аяқ. Олар тестостерон өндірісін ынталандырады. Қан ағымы 300% жақсарады. Бастапқы позиция аяқтар құлақ енінде. Аяқ ұшы аздап сыртқа, арқа тік. Қол алға созылған немесе кеуде алдында. Керең тыныс алыңыз. Тізені баяу бүгіңіз. Жамбас артқа. Тізе аяқ ұшынан озбайды. Санды параллель еденге. Өкпені бос шығарып көтеріліңіз. Күніне 1 рет. Бірінші аптада 3 рет 10 қайталау. Екінші аптада 3 рет 15 қайталау. Үшінші аптада 4 рет 20 қайталау. Күніне 1 рет. Төртінші аптада гантель қосу арқылы салмақты үлкейтесіз. Егер тізе ауырса, кереңдікті азайтыңыз. Үшінші жаттығу. Жамбас көтеру. Бұл жаттығу нақты тазан аймағына қан ағымын күшейтеді. Тестостерон өндірісін ынталандырады. Бастапқы позиция еденде жатыңыз. Арқамен тізе бүгілген, аяқ табан еденде. Қол жанында, босаңсыран, аяқтар құлақ еніндей. Орындау. Керең тыныс алыңыз. Жамбасты жоғары көтеріңіз. Дене түзу сызық болуы керек. Иық жамбас тізе.
Жамбас бұлшықеттерін қатты қысыңыз. Аптада 3 секунд ұстап, баяу түсіріңіз. 3 сет, 15 қайталау. Күніне 1 рет, 2 аптада әр қайталауда 5 секунд ұстаңыз. Күрделірек нұсқасында бір аяққа. Бір аяқты жоғары көтеріп, бір аяқпен жамбас көтеріңіз. 4-ші жаттығу. Жүгіру немесе жылдам жүру. Аэробты жаттығулар қан ағымын жақсартудың ең тиімді әдісі. Тамырларды тазалайды, серпімділікті арттырады. Жүгіру жүрек жұмысын күшейтеді, қан тамырларын кеңейтеді, холестеринді кетіреді, тестостерон көтереді, стрессті азайтады. Апта сайын 3 рет. Алғаш орындаушыларға 20 минут жылдам жүру. 2 аптадан кейін 30 минутқа көбейтіміз. Дайындығы жақсы адамдарға апта сайын 3-4 рет 30 минут жүгіру. Интервалды жаттығу. 2 минут жылдам, 1 минут баяу. Жаттықтырудан кейін 24-48 сағат ішінде потенция күшейеді. 5-ші жаттығу. Созылу, жамбас аймағы. Созылу қан ағымын жақсартады, шиеленісті алады, қозғалғыштықты арттырады. Көбелек созылу. Еденде отырыңыз, табанды бір-біріне жалғаңыз. Тізені екі жаққа жайып салыңыз. Алға еңкейіңіз баяу. 30 секунд ұстаңыз. 3 қайталау. Аяқ созу. Еденде отырмыз, аяқ жазық. Алға еңкейіп, саусақтарға жетуге тырысымыз. Арқа түзу. 30 секунд ұстаңыз. 3 қайталау. Жамбас айналдыру. Тұрмыз. Аяқ құлақ еніндей. Қол белде. Жамбасты дөңгелек айналдырыңыз. 20 рет оңға, 20 рет солға. Бұл жаттығуларды күніне 2 рет жасау керек. Таңертең және кешке. 1-2 аптада энергия артады. Көңіл-күй жақсарады. Таңғы эрекция қайта келе бастайды. 3-4 аптада либидо күшейеді. Эрекция қаттырақ, ұзағырақ ұстайды. 6-8 аптада проблема 60-70% жақсарады. Сенімділік қайтады. 12 аптада толық қалпына келу, немесе елеулі жақсару. Таблетка қажет емес. Қосымша кеңестер. Әсерді 2 есеге арттырады. 1. Дұрыс тамақтану. Ликопин тамырларды кеңейту үшін қызанақ, қарбыз. L-аргинин азот оксидін көтеру үшін жаңғақ. Флавоноидтар қан ағымын жақсартады, қара шоколад. Омега-3 тамырларды тазалау үшін майлы балық. Алицин қысымды төмендету үшін сарымсақ жеу керек. 2. Тыйым салынған заттардан аулақ болу. Алкоголь тестостеронды төмендетеді. Темекі тамырларды тарылтады. Қант, диабет, эрекцияның жауы. Майлы тағам, холестерин жинайды. 3. Дұрыс ұйқы. Күніне 7-8 сағат міндетті түрде ұйықтау. Түнде тестостерон өндіріледі. 4. Стрессті азайту. Медитация, йога, таза ауада серуен жасау керек. 5. Дәрумендер ішу. Тестостеронға D дәрумені, сперма сапасын арттыру үшін мырыш, азот оксидін көтеру үшін L-аргинин дәрумендерін ішу. Дәрумендерді тек дәрігермен кеңесіп қабылдаған жөн. Егер 3 айдан кейін жақсару болмаса, урологқа міндетті түрде барып тестостерон деңгейін, қанттың деңгейін, қуық асты бездері, тамырлардың жай күйін тексеру қажет. Кейде қосымша емдеу керек, бірақ 70% жағдайда жаттығулар жеткілікті. Менің пациентім Болат аға, 52 жас. Ол 3 жыл Виаграға тәуелді болды. Күйзелісте, депрессияда. Әйелмен қарым-қатынас бұзылды. Мен оған осы жаттығуларды үйреттім. Болат аға тамақтануды өзгертті, темекіні тастады, жүгіре бастады. 3 айдан кейін таблеткасыз толық эрекция, энергия қайттық, өмірге ләззат қайта келді. Әйелмен қарым-қатынас жақсарды. Сіз де осындай нәтижеге жете аласыз. Бір ғана шарт. Ол тұрақтылық. Күніне 30-40 минут уақыт 3 ай аралығы. Бұл өзіңізге деген инвестиция. Денсаулық, өмір сапасы, қарым-қатынас. Егер видео пайдалы болса, лайк басыңыз, арнаға жазылыңыз, достарыңызға жіберіңіз. Көпшілік бұл туралы сұрауға ұялады.